Ассалаумағалейкум. Бүгін мінекей 11 шілде 2024 жыл біз Шымкент қаласы Абай ауданында Достық шағын ауданындағы ағаш құм және темір базарына келіп тұрмыз. Өзіңіз бір таныстырып жібересіз Бұқарбай? Иә, Парман Бұқарбай, Шымкент қаласы әкімінің кеңесшісі. Біз енді Абай ауданында, қазір Достық шағын ауданында келіп тұрмыз. Мына үлкен А2 тас жолының бойы. Бүгінгі күнде енді осы Абай ауданында 25 нысанға жуық нүктелерде осындай кәсіпкерлер осы жолдың шетіндегі жерлерді, бос жерлерді пайдаланып, құм, шағал, тас сатумен айналысып жатыр. Біз енді жаңағы біздің басты мақсатымыз енді 6 ай мерзім берілген. Енді қаланың сыртына шығару жөнінде қала бойынша 5 жерде шағын индустриалды аймақтар ашылды. Сол жерлерге осы құм, шағал тастардың бәрін қазір көшіру жұмыстарын жүріп жатырмыз. Бұл кәсіпкерлерге келгеніміз осыдан 6 ай алдын бәріне ескертілген болатын. 6 айдың көлемінде бұлар рұқсат сұраған бізден. Қаланың сыртына көшуге уақыт беріңіздер деп. Ол кезде бізден қаланың сыртында біздің жерлеріміз болған жоқ. Қазір индустриалдық аймақтардың бәріне жер берілді. Енді мына құм, шағал тастардың барлығы қазір мына үлкен Түркістан тас жолының бойында Бадам көпірі бар. Соның алдында Алтынтөбе елді мекенінің аумағында орналасқан 77 гектар жерде осындай индустриалдық аймақ бар. Енді бүгінгі күнде бұл кісілер көшіп жатыр. Бірақ дегенмен де әлі кезде мына қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңадан мына су құмдарын Арыс қаласына алып келіп, қайтадан осы жерге әкеліп осы жұмыстармен айналысуын тоқтатқан жоқ әлі. Енді үзілді кесіліп осының бәрін тоқтатылу керек. Себебі мерзім сұрады, мерзімі берілді. Сататын жерлер дайындалды. Бұның бәрі енді халыққа күніге ескертіліп жатыр. Бірақ өкінішке орай жеке кәсіпкерлер біздің айтқандарымызды тыңдамастан ар жаққа өзінің жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бұқарбай аға, бұл жердің негізгі мақсаты не? Бұл жердің негізгі мақсаттарының бәрі абаттандырылатын жерлер. Мына жерде енді бұл жерде сауда орындарын салу, кәсіпкерлікпен айналысу. Дәл осы бұл жерде енді мына жерде бұл жерде сауда орны болу керек. Бұл жерде заманауи, оның құрылыс заттарының барлығы ол жерде дүкеннің ішінде сатылу керек. Бұл негізінен құм, шағал, тас сатуға деп бұл жерде берілген емес. Яғни заңсыз істеп отыр ма? Бұл енді әрине бүгінгі күнде кәсіпкерлердің барлығы мына жерде былайша айтқан кезде құжаттары рәсімделмеген заңсыз отыр мына жерде. Басына барсақ бола ма? Әрине, конечно, барып кәсіпкерлермен сөйлесейік, өздеріңізді сөйлесіп көріңіздер, барып сөйлесіп, осы жұмыстар жүргізейік. Айта өтіңіз. Өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары Исаев Хусейн Жақсылықұлы. Исаев, қай жерде тұрмыз қазір? Қазір мынау Төлемет А2 көшесінің бойында мынау заңсыз саудамен айналысып жатқан құм, тас, шағал сатумен айналысып жатқан орында тұрмыз. Негізі жалпы бұл жерде қаланың жаңағы көркеюіне жұмысын жүргізу мақсатында осыны заңсыз айналысып жатқан құм, шағал тастарды қаланың сыртына көшіру іс-шараларын ұйымдастырып жатырмыз. Оны алдын ала біз бірден көшірмей, оған алдын ала біз арнайы индустриалды аймақтардың орнын белгілеп барлық жағдай жасап қойғанбыз. Одан алдын осы өткен апта біз түсіндіру және уақыт беріп көшуді ұйымдастырған болатынбыз. Алайда оған қарамастан мынау өткен апта жоқ еді мына құмдар. Мына құм ба? Иә. Бүгін кеше түскен құмдар болып тұр, өзіңіз көріп тұрсыз, свежий. Вообще алға жылжитын ешқандай мүмкіндік қарастырылып жоқ. Енді қандай шара қолданбақсыздар? Енді біздер қазір өзіміз Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес тиісті шаралар көрілетін болады. Егер мынау уақыт береміз, көшірілмеген жағдайда кәсіпкерлер келіңдер. Өздерің уәждеріңді айтыңдар, келіңдер. Тиісті шаралар көрілетін болады. Заңнамаға сәйкес ол ешқандай біз артықшылық ешкімге ешнәрсе көрсетіп отқан жоқпыз. Тек қана заң аясында. Иә. Айтып қал, мен сіздердің сөздеріңіз кеспеймін, білесіз ғой, кесеңші бері. Мына жерде енді бұл кісілер не сұрап жатыр? Не дейді, неге көшпей жатыр? Ешнәрсе сұрап жатқан жоқ. Жалпы түсіндірдік. Мына кісілер сөз берсем болады ма? Келіңіз, жаныңызда отырыңыз. Келіңіз, сұрай бересіздер ме? Сұрай беріңіз. Біз анау станция Бадам жақтан мосттың қасына өзі жер бөлініп қойған, сол жерге көшіп жатырық. Қазірден бастап өзі. Иә. Бір 3-4 күнде, бір аптаның ішінде ада болды, кетеміз сояға. Бір апта уақыт бересіз болды? Біз негізі уже 6 ай уақыт бердік, айттық қой жаңадан бері. Осы жылдың қаңтарынан бастап айтылып келе жатқан дүниеде бұл 6 ай уақыт берілді. Бірақ ешқандай алға жылжып жатқан ешнәрсе көріп тұрған жоқпыз. Қайта жаңа құм кеп түсіп жатыр да тек қана. Жоқ, құм кеп жатқан жоқ. Көшпейді. Мынаның барлығы қазір мына құмдар осыдан 2-3 күн алдын жоқ еді. Қазір барлығы Арыстан алып келген сулардың бәрі ағып тұр. Мына Сайрамнан алып кеткен мына тастың қиыршық тастар жоқ еді. Бұл да пайда болды. Керісінше бұл азаматтар көшудің орнына Сайрамнан
қиыршық тасты арыстан құмдарды әкеліп үйіп жатыр. Енді міне кәсіпкерлерге жарайды, біз енді жағдайын жасадық. Бұл кісілер айтты, қаланың сыртынан бізге жер беріңдер деді. Жер берілді, жағдай жасалынды. Енді мына уақытысында осы жерде тауда үйіліп жатқан құмдар бар еді. Біз 6 ай мерзім бергенбіз. Сіз мына құмдардың бәрін алып кетіңіздер, сатыңыздар жарайды деп. Енді ол құмдардың бәрі сатылып болды. Қосымша тағы әкеліп жиып жатыр мына жерге. Неге өйтесіз дейсіз? Біз жинап жатқан жоқ. Қазір көріңіз, барлығы су. Құм келді міне, егон. Су ғой, су ғой. Егон берге. Егон бергесе, Егон құм келді ме? Білмеймін, братан, мен сөйлемеймін ондай. Жоқ, сөйлеме, құм келді ме? Сұрап жатыр, Егон деді ғой. Құм, не құм? Анау құмдар тағы келді ме? Әкімшілік айтып жатыр, құм тағы түсіріп жатыр дейді. Мыналарды. Келген жоқ қой. Қашан келді ең соңғы құм? Білмеймін, есімде жоқ. Білмейсіз бе? Келген жоқ қой, былтырғы құм ғой ол. Бар ма? Иә. Соны айтсаңдаршы өзі. Сол қыста түсірген құмдар әлі таусылған жоқ әлі. Сол құмдар. Бұқарбай аға, құм келген жоқ дейді. Былтырғы құмдар дейді мыналар. Жүріңіз, қазір көрсетейін сізге, мәлім. Жүрсеңізші. Егон жүр. Егон деген орысша жаман сөз ғой, неге өйтіп қойдыңыздар атын? Ер сұлтан ғой, балам ғой әке. Міне көге. Енді қазір қараңыздар, міне. Қараңыздар. Қазір енді қырқырас түстік. Құм деген тез кеуіп кетеді. Мынаның барлығы жаңадан келген құмдар міне. Арыс қаласына міне қазір мына автокөліктің мына ізі жатыр, мына сулар жатыр. Міне әкеп жиып жатыр. Бұл жоқ еді. Осыдан бір апта алдын жоқ еді. Біз ескерткенбіз. Оның орнында қазір мына жерді әкеп үйіп тастады, мынаны әкеп үйіп тастап жатыр. Қайта соны әкеп тоқтап жатқан жоқ. Бұл керісінше бұл кісілерге жағдай жасалынды, уақыт берілді. Қыс кезіндегі жиған құмдардың бәрін тасып әкетіңіздер деді. Оның бәрі тасымалданып болды. Өкінішке орай қайтадан әкеп тағы да жиып жатыр міне. Оған не дейсіз, Егонның папасы? Егон папа төгіліп жатқан жоқ қой, көріп тұрсыздар ғой. Жоқ, бұл кісі айтып отыр, мына су қай жақтан шығады? Көге, мына су ше құмның алдында құмдандар ше, содан аққан су мынау. Айналайын, бауырым. Міне сіз көріңіз да. Ей, бауырым. Ау. Енді сіз түсінсеңізші енді. Түсінтірмін. Сіздердің құмдарыңыз, Иә. қыс кезінде жиғанның бәрі тау болып үйіліп жатыр, оның бәрі таусылды. Енді қосымша тағы әкеп жатсыздар ғой, мен білем ғой, міне. Міне келейік, тағы 2-3 күннен кейін келейік. Мынаның үстіне тағы да үйілмесе, Транспорт инспекциясынан сұрасақ бола ма? болады, өте транспорттың. Сұрап еңіз, сізге әкеле саламыз ғой. Старшыңыз. Қой, жүгіріп жүреміз өйіз күрікпен. Жақындамайсыздар бір жерге. Жарайды, мейлі, кісілігіңіз яғын тиіп кетпесін әйтеуір айтып. Өзіңіз таныстырып жіберіңізші. Мен Шымкент қаласы бойынша көлік бақылау инспекциясының бас маманы Майрикова Ғанижан. Иә. Ғалеке, сізден сұрайық дегенбіз. Мына жерге әлі тасып жатыр ма адамдар? Біз бақылау жүргізу барысында бері тасып жатқанын көрген жоқпыз әлі, жақын арада. Яғни Бұқарбай Парман қателесуі мүмкін бе? Енді қателесу мүмкін деп айта алмаймын. Біз қалада бір бағытта жүре алмаймыз постоянно. Сол үшін біз болмаған кездерде может келіп қалуы мүмкін. Ауыр жүк көліктерінің қалаға кіретін қанша есігі бар? Қалаға кіретін негізінде бізде әкімшілікпен бұрын белгіленген жалпы 6 есігі бар. Ол біреу мына Бадам жақтан келетін есік бар. Екіншісі Ташкент жақтан келетін. Кейін мынау Қарамұрт жақтан келетін, Сайрам жақтардан келетін есіктер. Сол 6 есіктің бәрі сіздерде контрольда ма? Бәрін контроль жасай алмаймыз біз. Себебі бізде инспекцияда бар жоғы 5 маман бар. Бір жылжымалы көлік бақылау бекетімен. Қанша маман керек негізі соның бәрін контроль істеу үшін? Енді 2 жылжымалы көлік бақылау бекеті күнделікті жұмыс істейтін болса, онда жеткілікті болады. Яғни қанша адам керек тағы да штат? Толық сіздер жұмыс істеу үшін? Толық бізде болу үшін 12 адам керек. 12 адам, қазір қанша адам? 5 адам. Яғни 7 адам керек па? Иә. Бұқарбайға келіңізші. Мен әдейі қойып жатырмын. Ана өйткені көлік комитетінің басшысы да бәке келіңізші. Және транспорт министрі де өзіміздің Шымкенттің жігіттері ғой. Білесіз. Иә. Солардан өтініш қылып тағы 7 адам алуға бола ма штат? Енді болмаса қалалық әкімшілік қосып бере ала ма 7 штат? жоқ, енді қалалық әкімшілік қосып бере алмайды. Тікелей бұл кісілер министрлікке бағынышты ғой. Бұл жерде бар жоғы біз енді бұл кісілерді шақырамыз. Bir күн алдын жаңағындай ұсыныс тастаймыз. Бұларда бар жоғы 2 автокөлік бар. О 2 автокөлік. Енді ол 24 сағат тұру керек. Мысалы, Бадамнан келетін құмдардың барлығы түнге қарай, болмаса күндіз кезінде қаланың ішіне өзінің ауыр жүк көліктерін алып келіп жатыр. Енді оған енді 24 сағат тұратын уақыт жоқ. Жаңа өзің айтқандай жаңағы қала кіретін, жаңа 6 жерден кіретін жаңа қақпалар бар. Олардың бәрі бекітіліп жабылу керек.
Енді қаланың ішінде қазір ауыр автокөліктер 40 тонна кіріп жатыр. 40 тонна. Мынаның бәрін 40 тонна мына тасымалдап жатыр. Себебі енді ұзақтан әкелу үшін бұл кәсіпкерлерге де ол тиімсіз. Құрбай ол түсінікті ғой бәрі. Бұл кісі енді 5-ақ адам. Бір машинада қанша адаммен жүресіздер сонда? 2 адам. 2 адамнан. Яғни 2-ақ машина қалды. 6 есіктің 2-еуін қамтығанда 4-еуі бәрібір қалып кетеді ғой. Ашық тұр енді. Соған енді бұл кісілер сұрап жатыр ғой 7 адам көмектесе алмаймыз ба не? Енді бұл енді тікелей бұлар басшыларына шығайық, хат жазайық.